сендерге балалар. Қане математика оқулығымызды ашайық. Қазір математика сабағы. Қане сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз ортаға шығайықшы. Шеңберге тұрамыз. Бір-бірлеріңіз қолдарына сылаңдар. Қане тақтаға қарап менімен бірге қайталаймыз. Кел алға келші. 1, 2, 3. Математика сабағы мен меңгеріп аламын. Қағыр есеп шығарып, ата-анамды қуантып, 5 деген баға аламын. Орнымызда отырамыз. Үй тапсырмасын орындадыңдар ма? Екінші үйге. 7-ші және 8-ші есептерге қане мен тексеріп шығамын. Орамжапырақ жиналды, жарайсың. Дұрыс. Керемет. Бүгінгі күнді жазайын. Бүгін ақпанның қаншасы? 14-і, дұрыс. Бүгінгі күнді әдемілеп жазамыз, қатесіз жазайық. Қане? Ақпанның 14-і сынып жұмысы. Жаз болғанда түзу отырамыз, ручкамызды қойып. Ақпанның 14-і сынып жұмысы. Жаз болдық па? Балалар енді сабағымызды бастамас бұрын мына видеоны көріп алайық, иә? Әріпті өрнек. Құрамында әріпі бар өрнек. Әріпті өрнектегі әріптердің орнына түрлі сандар қойып, мәнін табуға болады. Әріпті өрнектің мәнін табайық. Барлығы қанша қарындаш барын білу үшін 10-ға x-ті қосамыз. Әріпті өрнектің мәнін қалай табуға болады? Ол үшін әріптің орнына сәйкес сан қою керек. Қалай ойлайсың? Екінші қаламсауытта барлығы қанша қарындаш болуы мүмкін? 7 қарындаш бар деп болжайық. Демек, x тең 7-ге. Олай болса, 10 қосу x өрнегіндегі x-тің орнына 7 санын қоямыз. Демек, 10 қосу 7 тең 17. Тесапта, әріпті өрнектегі санның мәнін табу үшін әріптің орнына кез келген сәйкес санды қоюға болады. Балалар түсіндіңдер ме? Не туралы айтты? Әріпті өрнек, иә? Дұрыс. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әріпті өрнек. Қане оқулығымыздан табайықшы әріпті өрнекті. 46-шы бет. 46-шы бетті ашайық. Аштық па 46-шы бет? Енді бірінші тапсырмаға қараңдар. Не дейді бірінші тапсырмада? Мынасы оқимыз? Өрнектер құр және оның мәнін тап дейді. Қане дәптерге жазамыз. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма. Не дейді? 44 пен 35-тің айырмасын а есе арттыру дейді. Қалай шығарамыз? 44 азайту. Қанша? 35 қосылма есе арттыру дегеніміз қанша? Есе арттыру. Көбейту, дұрыс. Жақшаға аламыз ба айырмаларды? Иә. Мына жердегі а қаншаға тең дейді? А тең 5 дейді. Біз қандай өрнек құрдық? Әріпті өрнек. Себебі? Не үшін бұл өрнекті әріпті өрнек деп атаймыз? Дұрыс, бұл өрнектің құрамында әріп бар. Сондықтан әріпті өрнек деп атаймыз, иә? Қане, аның орнына 5-ті қойып шығарып көрейік. 44 азайтамыз 35. Қанша 44? 35. Дұрыс, 9. Көбейтеміз қанша? 5. 9 жердегі 5 қанша?
3'te bölsek? 8. Dürüst, 8. Молодец. O'tiramiz. Kelesi esepga kim chiqadi? İlyas chiqadimi shu keldi? 13. 13. 23 bin 13'ten qo'shilsin. B yesi kimi tu deydi. Ya, kimi tu deganimiz qanday rom? Yo'q. Azaytamiz B. Durust. Bu jetiga B. To'liq 4 ga teng ekan. Tekshiramiz. Endi bo'lsa buni o'rniga 4 qo'yib chiqarib ko'rshi. Tekshiramiz. Jumashga 13'te qo'shsa qancha? 36. Ya, 36, ya, durust. 36dan 4 azaytsa 38. Jaraysin, durust. Ballar endi daftarimizga yozamiz o'sha esepchada. Birinchi esepga chiqaramiz tez. Ballar birinchi esepni aytmasak, ikkinchi esepga qaraymiz. Mana yoqda eseplar berilgan, arifli o'rnaklar berilgan. Sol arifli o'rnaklarni chiqaruv orqali biz o'simliklardan olmoqni unumlarni және jamoalardan olmoqni unumlarni sa'kislantirishimiz kerak. Qani taxtaga chiqaraylik. Kim chiqadi taxtaga? 27. Yengil kelaver. Mana arifli o'rnaklarni chiqaruv orqali o'simliklar және jamoalardan olmoqni unumlarni chiqaraylik. Bunda to'g'risini Y bölü 8. Y'nin o'rniga 40 qo'yamiz. Qarab bölü 8 teng 5. Endi 5 ta qara, mana yoqda 5 bormi? Ko'rsak. 5 qay o'rniga turadi? Ya, bu qay nedan olinadi? O'simlikdan olinadi unumi yoki jonivordan olinadi unumi? Ya, durust. 5 joni nan deb yozamiz. Kelesi esep ma'lumot chiqadi. Ballar biz ba'zan sa'kislantirib bo'ldi. Endi tavba qayta olishayga. Namda biz qay o'limni olamiz? O'simlikdan yoki jonivorlardanmi? Namda. O'simlikdan olinadigan o'lim ya. Al, qaraqo'm shu o'simlikdan olamizmi yoki jonivordan olamizmi? Qaraqo'm. Yo'q, qaraqo'm. O o'siydi qo'y yerda. O'siydi. Qay o'simlikdan? Durust, o'simlikdan olamiz. Al, may, shubat, ayran. Mayda? Mayda sutdan olamiz. Mayda suyuq mayda biz nedan olamiz? Kunbaqisdan olamiz. Kunbaqis yerda o'sib chiqadi qo'y. So'qdan ular? Ya, o'simlikdan olinadigan o'limga yotqizamiz. Al, shubat bilan ayranchi? Kimdan? Jonivorlardan ya. Shubatni qanday jonivordan olamiz? Ya, al ayran. Ayranni kimdan? Siyirdan olamiz. Jaraysin. Aytsa, 3-tasmani qaradi. 3-tasmada nega degan yo'qchi? 3-tasmada. To'ra tengliklarni tavib daftarga qo'shib yozamiz. Ya, to'ra tengliklarni tavib daftarga qo'shib yozamiz. To'ra tenglik deganimiz ne? Notas to'ra tenglik deganimiz ne? To'ra tenglik ya.
Дұрыс. Екіншісі дұрыс. Дұрыс. Жарайсың. Ислам бірінші аяқтады. Қане басқаларын істесіз аяқтаймыз? Екінші, Нұрас, мәтін есепке тыңдайықшы. Мектебімізде аз адамның арқауы тақырыбында сурет көрмесі өтті дейді. Мектепте қандай көрме өтті дейді? Аз адамның арқауы, иә. Оған 3 сыныптан 12 оқушы қатысыпты. Әр сыныптан қатысқан оқушы саны бірдей. Көрмеге әр сыныптан неше оқушы қатысты? Қане осыны анықтаймыз. Оны анықтау үшін мен сендерге осындай кесте таратып беремін. Осы кесте арқылы есепті шығарамыз, иә? Шығарамыз. Кесте арқылы есепті шығарайық. Кестеде берілген белгісіз санды табамыз. Балалар, осы кестені кім бірінші дұрыс табады, сол мына цифрлық қорапшаны ашатын болады. Кім бірінші табады, кәне? Бірінші тапқан адам мына цифрлық қорапшаның ішінде не бар екенін көреді. Дұрыс тапқан адамдар. Ернияз. Дұрыс. Ернияз бірінші тапты, иә? Бір сыныптан қатысқан оқушы саны қанша екен? 4, дұрыс. Бір сыныптан 4 оқушы қатысты. Қане, енді қорапшаны ашып көреміз, ішінде не бар екен? Не бар екен? Ашып көрсек балалар. Ернияз өзінің ақылдылығын көрсетіп, ең бірінші аяқтады, иә? Қане, енді орнымызға отырамыз. Балалар, барлығын шығарамыз, кестені толтырып, қане? Аяқталды, иә? Барлығы есепті шығардық. Енді үйге тапсырманы алайық. Үйге мына 47-ші беттегі 8-ші және 9-ші есепті шығарып келеміз, иә? Бұл әріпті өрнекке байланысты есептер, иә? Үйден осы есеп арқылы әріпті өрнектерді құрап аяқтау үшін тикток арқылы біз өзіміз бүгінгі сабаққа кері байланысымызды білдірейік, иә? Егер сабақ ұнады деп белгілейміз. Сабақта қандай айтарларың бар, нені түсінбедіңдер, соны жазып айтарың бар деген бөлікшеге жабыстырамыз. Егер есінде сақтадың, қандай мәліметтерді естерінде сақтадыңдар, сол туралы жазып, есінде сақтадың белгішесіне жабыстырамыз. Тезетеміз. Егер сабақ түсінікті болды, жазамыз. Айтарың бар деген белгішеге белгілейміз. Ұнаса мына бөлікке белгілейміз. Жабыстырамыз. Егер сабақ ұнады дейді. Есінде сақтадың. Қандай